Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз сенімен жекеше және көпше зат есімдер түрлерін өтетін боламыз. Okay, let's go. Singular and plural nouns. Singular деген сөз ол жекеше түрі зат есімнің, ал plural деген сөз ол көпше түрі. Егер сізге мысалы жаттауға қиын болса, Бейонсенің өлеңін есіңізге түсірсеңіздер болады. Single lady деген. I'm a single lady, I'm a single lady. Сол кезде single деген сөз, ол яғни жалғыз, жеке деген сөз. Сол кезде singular, жекеше түр, және plural көпше түр. Окей, жалпы бұл өте оңай тақырып деп ойлаймын. Бірақ бәрібір де кейбір ережелер бар, соларды міндетті түрде қазір соңына дейін қарап конспектлеп алыңыздар. Okay, let's go. So first thing, ең біріншіден біз жекеше түрден көпше түрді қалай жасаймыз? S и S жалғауды жалғау арқылы жасаймыз, Мысалы, cat, ол бізде мысық, мысықтар деп айтқымыз келсе, cats. Яғни S жалғадық, сосын cats уже мысықтар деген болды. Немесе pen, pens. I have one pen, now I have two pens. House деген үй, houses, үйлер. Келесі bus деген ол бізде автобус, buses, автобустар. Окей. Енді мына жақта мысалдарға бір қарап кетіңіз. Cat ол түсінікті, жалғай ғана S қостық. Lorry дегенде lorries болып кетті. Бұл lorry деген бұл бір үлкен көліктің түрі, Сонда Y, I, E, S-ға ауысып кетті. Келесі boxes. Box деген ол коробка, қорап, көпше түрде ES қосылып кетті. Окей, келесі child деген ол бөпе, бала, көпше түрде children болып кетті. Сонда осыған қарасаңыз не айтуға болады екен? Жалпы зат есімді жекеше түрден көпше түрге ауыстыру үшін бізде 3 ереже бар. Окей, соларды қарап шығайық. Ең бірінші ереже ол егер біздің зат есіміміз Ч, X, Ш, Z, S әріптеріне аяқталатын болса, онда біз ES жалғауын жалғаймыз. Мысалы, buses. Бұл жерде bus дегенде біз S деген дауыссыз әріпке бітіп тұр. Демек, біз ES-ті жалғауымыз керек. Егер сіз мысалы ES жалғамай басқа тек қана S жалғайтын болсаңыз, сол кезде бұл қате болып есептеледі. Окей, келесі. Егер Y әрпіне мысалы бітетін болса зат есім, мысалы бізде мына жақта Lorry деген болды, Сол кезде Lorry дегенде біз S қосқан кезде Lorries болып кетті, IES болып кетті. Ол неге байланысты екен? Ол ең соңғы тұрған әріпке байланысты, Y-дың. Егер бірақ Y әрпін алдында дауыссыз болса, сол кезде ғана біз IES-қа ауыстырамыз. Ал егерге Y әрпіне бітіп тұр, бірақ оның алдында, мысалы, айтайық, дауыссыз емес, дауысты дыбыс тұратын болса, ол кезде біз IES-қа ауыстырмаймыз. S әрпі көптік жалғауы жалғана береді, және ешқандай Y әрпі ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Мысалы, babies. Baby дегенде Y әріпке бітіп тұр, бірақ Y әріптің алдында бізде B. B деген ол бізде B дауыссыз дыбыс болып тұр, сол үшін біз IES-қа ауыстырамыз. Енді келесі сөзде boy деген бала, Y-ға бітіп тұр, бірақ Y-дың алдында дауыссыз емес, дауысты әріп тұр, O деген. Демек, бұл жерде біз ешқандай өзгертпейміз, жай ғана Y-ға S-ті жалғаймыз. Негізі бұл неге бұндай болады? Өйткені Y әрпі өзі кейбір кезде дауысты болады, кейбір кезде дауыссыз болады. Сол үшін осында ереже шықты, Окей, енді келесі. Бізде бағана болды, child деген ол бала дедік, бірақ көпше түрде ол children болып кетті, Мүлдем өзгеріп кетті, яғни S қосқан жоқпыз, children болып кетті. Бұндай сөздерді, бұндай зат есімдерді біз бұрыс, яғни ерекше жағдайдағы зат есім деп айтамыз, ал ағылшын тілінде оны біз irregular деп айтамыз. Irregular. Бәлкім irregular verbs деген естіген боларсыздар. Бұл өткен шақта болады, оны біз өткен кезде үйренеміз. Окей. Негізі жалпы бұрыс
есімдіктер, кешірім өтінемін, бұрыс зат есімдер өте көп. Оның бәрін жаттаудың қажеті жоқ. Мен тек қана керектілердің мына жақта жаңағы список істедім. Соларды қарап шығайық. Man деген ол ер азамат. Соны көпше түрде man болады. Сонда ана жақта man дегенде әріпін естісеңіздер, көпше түрде әтештегі әріпін естиміз. Man. One man, two men. One man, two men. Окей, келесі. Woman деген ол әйел. One woman. Сосын бұл жерде бірақ woman деп оқылмайды. Бұл да ерекше жағдай. We man болып оқылады. Алдындағы деген ол we болып кетеді. Біз секілді, we man. Сонда one woman, two women. One woman, three women. Окей. Ертең шатастырып жүрмеңіздер. Women's, men's деп жарай ма? Келесі, person деген ол адам. One person. Көп адам болатын болса, people. Яғни көп дегенде бір адамнан көп болса, екі адам, үш адам болса, people. One person, two people. Окей. Келесі, child. Child деген ол бала дедік. Children, балалар. Біз айтады ғой, good morning children деп, мұғалімдер сабаққа келген кезде. Яғни қайырлы таң балалар. Child деп айтпайды, children. Өткені бұл irregular noun, бұрыс зат есім. Келесі, tooth. Tooth деген ол тіс. Teeth деген ол тістер. Foot деген аяқ. Feet деген аяқтар. Окей. Келесі, leaves. Бұл жерде жалпы мынандай ереже деп айтуға болады. Егерге, мысалы, біздің зат есім F-қа бітетін болса, F дауыссыз дыбысқа, ол кезде біз оны V әрпіне ауыстырамыз және ES жалғаймыз. Мысалы, leaves, leaf деген айтпақшы жапырақ деген сөз, knives. Сосын бұл жерде knife дегенде біз К-ны айтпаймыз, knife деп айтпаймыз. Knife деген ол бізде нож, пышақ, я? Knife, көпше түрде пышақтар деп айтатын болсаңыздар, knives. Келесі, wife деген ол әйел, я? Ерлі зайыптыларында әйел. Wife, әйелдер дегенде wives. Окей, wives. Келесі, life деген ол өмір. Ал егерге өмірлер деп енді көпше түрде айтатын болсақ, lives, окей? Lives. Жаңағы V-ға ауысып кетеді. Сосын тағы бір сөз қалып кетті. Mouse, мышка, mice, көпше түрде мышки. Жалпы сіз бұны Mickey Mouse'тан білуіңіз мүмкін. Тышқан, я? Mickey Mouse. Mouse, mice. Окей. Осы сөздерді міндет түрде жаттап алу керек болады, және конспектлейміз міндет түрде. Мен ойымша singular and plural nouns түсінікті болды. Жекеше және көпше түрдегі зат есімдер. Үй жұмысын міндет түрде жасаймыз. Келесі сабақта кездескенше. Bye!